Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Бүгін біз сіздермен кезекті психология пәнінен сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы қиял. Алдыңғы сабақта қиял ұғымы, қиял түрлері, қиялдың жасалу жолдарымен таныстық. Бүгін сол білімдерімізді пайдаланып, практикалық сабағымызды жүзеге асырамыз. Жалпы қиял дегеніміз сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының субъективтік образдарын қайтадан жаңартып, өңдеп, бейнелеуде көрінетін тек адамға ғана тән психикалық процесс. Адамда қиял пайда болған кезде ми қабығында бұрын жасалған уақытша байланыстар түрлі комбинацияларға түседі де жаңа нәрселердің бейнесі туып отырады. Уақытша байланыстарды қайта жасап өңдеу процесінде екінші сигнал жүйесі шешуші роль атқарады. Қиялдың актив және пассив түрлері бар дедік. Актив қиял қиялдың шарықтап дамуының жоғарғы сатысы. Ол адамның творчестволық әрекетімен тығыз байланысты болып келеді. Актив қиял үшке бөлінеді. Ал пассив қиял бұл не? Бұл адамның бүтіндей пассивтік түрі, яғни түс көру. Түс көрудің физиологиялық негізін жан-жақты түсіндірген Павлов болды. Актив қиялдың жаңа айтып өткен қайта жасау қиялы, шығармашылық қиялы және арман деген үш түрі болады. Ал бұл қиял түрлерінің анықтамасын біз еске түсірейік. Қиялдың сонымен қатар өзіне тән жасалу жолдары бар. Агглютинация, гипербола, карикатура және схематизация. Мына әуенді тыңдаймыз. Көрдіңіздер? Осы әуен арқылы адам өзінің ішкі жан дүниесін сурет бетіне түсіріп жатыр. Бірақ бұл жай ғана қағазға түскен сурет емес. Арт-терапия. Міне, қиялды дамытудың бірнеше жолдары бар екен. Соның бірі арт-терапия болса, сіздерге қазір менің көңіл күйім деген жаттығуды ұсынамын. Алдарыңызға берілген суреттегі әртүрлі көңіл күйлер бойынша біреуін таңдап аласыздар және сол суретке мысал келтіріп әңгімелеп бересіздер. Келесі мына суретке де мұқият қараңыз. Бірнеше нұсқаларды көрсете отырып, әр фигураның неге ұқсайтынын айтамыз.
Жаңа сіздерді тыңдаған әуендеріңіз бойынша арт-терапиялық жұмыс. Яғни сіздерге үйге тапсырма менің ішкі әлемім тақырыбында өз ішкі әлемдеріңізді арт-терапия арқылы бейнелейсіздер. Ал сіздің қиял деңгейіңіз қаншалықты, сізде қиял бар ма? Оны білу үшін берілген сұрақтарға иә, жоқ деп жауап бересіздер. Әр сұрақтың жауабына сәйкес ұпайларын қосып, тиісті ұпайды шығарамыз. Сәйкесінше, егер де 12-15 ұпай жинаса, сізде қиял деңгейі жоғары, 7-12 ұпай болса, қиял деңгейіңіз бар, орташа деңгейде, ал 7-ге дейін болса, қиял деңгейіңіз төмен. Біз мектепке барған кезде кіші мектеп жасындағы балалармен жұмыс жасаймыз, солай ма? Кіші мектеп жасындағы балаларды психодиагностикалаудың өздік ерекшеліктері бар. Сіздерге әңгіме құрайық әдістемесін ұсынып отырмын. Бұның мақсаты қиял деңгейін анықтауға арналған. Балаға әңгіме құруға тапсырма бересіздер. Ойланып әңгіме құруға 1 минут. Ал оны қайталап айтуға 2 минут уақыт беріледі. Кейін қорытынды баға төмендегідей критерий бойынша қойылады. Әңгіменің ойлану жылдамдығы, әңгіменің өзіндік құрылымы, ерекшелігі, әңгімеге пайдаланған бейнені түрлендіру, алынған бейнені анықтауы және талдауы, бейненің сезімділігі, әсерлігі және әрбір көрсеткіш бойынша төмендегі тәртіппен 0, 1 және 2 ұпайлары қойылады. 5 көрсеткіш бойынша. Кейін қорытынды ұпайды шығарасыздар. Егер 10 ұпай болса, өте жоғары қиял деңгейі, 8-9 ұпай болса, жоғары, 4-7 ұпай болса, орташа, 2-3 ұпай болса, төмен, 0-1 ұпай болса, өте төмен деген сөз. Бұны өткізіп қана қоймай, қиял деңгейі өте төмен балалар болса, оларды қиялдау деңгейін арттыру мақсатында жұмыс жасайсыздар. Ол үшін жаңа сіздерге көрсеткен көңіл күйлерін сипаттайтын суреттерден әңгіме айтқызасыздар. Ертегі құрастыртуға болады. Ал егерде қиял деңгейі жоғары немесе өте жоғары болса, ол балаларға түрлі тапсырмалар беруге болады. Жетілдіру мақсатында логикалық ойлау қабілетін де арттыруға болады. Яғни біз барлық сабақта айтамыз, адамның таным процестері барлығы бір-біріне өзара байланысты. Бірі дамымай қалса, екіншінің көрінуі төмендеп кетеді. Сондықтан барлық таным процестерін өзара байланыстырып, бір бағытта дамытып тұру керекпіз. Не осылай сіздер өткізіп, үйдегі немесе көрші, жақын тума-туыстарыңыздың балаларына өткізуге болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Сіздерге үйге тапсырма. Балалардың қиялының даму динамикасын анықтайтын диагностикалық әдістер мен тәсілдерді іздейсіздер және жинақтайсыздар. Бүгінгі көрсетілген әдістемені негізге ала отырып, осыған ұқсас сәйкесінше әдістерді жинақтап, жинақша дайындайсыздар. Сұрақтарыңыз бар ма? Ендеше, бүгін не білдің, не ұнады, сізді бүгін таңғалдырған не болды, бүгінгі сабақ несімен ерекшеленді, қосарыңыз бар ма, сабаққа белсенді болған кімді айтар едіңіз, сабақта аса көрінбеген білім алушы деп кімді айтар едіңіз, осы жөнінде кері байланыс парағын толтырып, маған жібересіздер. Сабаққа қатысқандарыңызға рахмет, сау болыңыздар. Келесі сабағымыз қиял тақырыбы бойынша бақылау жұмысы. Соған дайын болайық.